Ассалаумағалейкум, ұстаның алдында қолыңды тый, алымның алдында тіліңді тый дейтін ағайын. Бүгінгі әңгіме имандылықтың негізі діннің өкілдері жайлы болмақ. Ертеректе ел аралап, діннен хабар беруші бір ишан, жаз жайлау, қыс қыстау көшіп қонып жүретін қазақы ауылдың біріне қонақ болады. Ауылдың игі жақсылары ол кісіні құрметтеп 3 күн қонақ етеді. Мақсат сол имандылық пен діни әңгімелер арқылы бойларына рухани қуат алу. Ишан кетерінде ауыл тұрғындарынан 3 күн ішінде діннен хабар беріп, рухани сусындата алдым ба, әлде естімегендер қалды ма араларыңызда деп сұрайды. Әр елдің өз тентегі бар демекші, араларынан бір адам, тақсыр ауылымызда өзі керең, әрі мылқау бір адамымыз бар еді, сіздің сұхбатыңызға қатыса алмаған. Сол адамға уақыт бөліп, кереметіңізбен дін жайлы хабарыңызды беріп түсіндіре кетсеңіз екен. Біз оған өзіңіз тәрізді жеткізе алмаймыз, дейді елді бір күлдіріп. Содан әлгі мылқау адамды ишанның алдына алдырады. Ишан ол адамға қарап, сұқ саусағын жоғары шошайтып көрсетеді. Мылқау адам сәл ойланып, ишанға 2 саусағын көрсетеді. Ишан келіскендей басын изейді де, алақанын ашып 5 саусағын көрсетеді. Мылқау тағы да сәл үнсіздіктен соң ишанға жұдырығын көрсетеді. Ишан басын изеп, ол мылқауға кете бер деген ишара білдіреді. Бұл көрініске аң-таң болған ауыл игі жақсылары ишаннан, тақсыр әлгі мылқаумен не жайлы сөйлестіңіздер деп сұрайды. Сонда ишан, мен оған бір Алланың барын білесің бе деп бір саусағымды көрсеттім. Ол Алланы да оның елшісінде білемін деп 2 саусағын көрсетті. Сосын мен оған исламның 5 парызын білесің бе деп 5 саусағымды көрсеткен едім. Ол байғұс 5 парыз жұдырығымдай жүрегімде деп жұдырығын көрсетті, дейді ишан. Жиналған жұрт ол ишанның бұл айтқандарына тәнті болды. Ишан аттанып кеткен соң, әлгі мылқаудың тілін білетін жақындары оны ортаға алып, ишанмен не деп сөйлесіңдер деп сұрайды. Сонда мылқау, ол маған бір көзіңді шықып алайын ба деп бір саусағын көрсетті. Мен 2 көзіңді шықимын деп 2 саусақ көрсеттім. Сосын ол, шапалақпен салып жіберейін бе деп алақанын көрсетті. Ал мен жұдырықпен ұрамын деп жұдырығымды көрсеттім деген әлгі мылқаудың сөзіне ел әбден күліпті. Яғни ағайын, молданың айтқанын істе, істегенін істеме деген дана ата-бабамыз. Елге уағыз айтуда ілім. Молданың айтқан уағызына қарай алған ілімі мен ұстазының дәрежесін көруге болады. Уағызшының мақсаты шақыру, қорқытып емес, жеңілдетіп. Жақсылыққа шақыру әрбір мұсылманның парызы. Бірақ өзің дайынсың ба? Білімің, парасатың жетеді ме? Өзің дуанасың, кімге пір боласың, дейді атам қазақ. Алла тағала жар болсын баршамызға.